А уже пятый, шестой круг, вы это забываете, вы только переход боковой, 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 боковой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тягу убираем. Только ударные будут у нас. Все, тяга не нужна. Ахматик, у тебя гоблет присед 4 по 12 десятками. Начали, джиги. Лопатки вместе держим. Топи, не забывай. Хорошо, дышим. Угу. И стоп. Хорошо. Кана, жим лежа. 6 подходов на 5 повторений. Ты сам зверь, давай. И стоп. Что, недавно проснулись, что ли? А, Топи, ты недавно проснулся? Пошли, начали. Ля, пацаны, время уже вот сколько, 5 секунд съели. Давай, Армат. Топи, молодец. А, я забыл, тебя нельзя же хвалить. Стоп. Такое ощущение, что вы до сих пор спите. Я ж спать захотел, бля. А я сплю только с женщинами, господи ты боже мой. Давай, пошли. Да, быстрее. Во, хос, аягында. Мне нужна скорость твоих ног. Пошли. 5 секунд. Да, просто ножки двигать, тело на месте. Каждая ножка. И стоп. Помнишь, да, опорная согнутая. Давай. Кет. Хорошо. Аяқ отыр, аяғын, да. Добавляем ножки. Вас ноги будут спасать в бою. Давай, ноги включаем. И стоп. Хорошо. Соперник, Харон туралы. Таиландта сенің жеңісінен кейін сен билеген үшін осы жақта сені наказать. Чемпионы так себя не ведут. Меня зовут Харун Запольский. Я претендент на титул WBA Азия. Я бросаю тебе вызов. Я готов принять бой на своей территории, готов полететь на твою территорию. Прими бой или оставь пояс. Оған қатысты жаңағыдай ашулану, немесе оған бірдеңе дәлелдеу, қандай бірінші ойлар қандай болды? Сол видеообращениені көрген кезде. Ассалаумағалейкум, спортсүйер қоғам. Біздің тренировкамыз қазір керемет өтуде. Жақсылап дайындалып жатыр 25-і. Харон туралы айтсам, енді жақсы опытный, жақсы боец. Оны сыйлаймын, уважаю. Ну, бой ес бой. Құдай қаласа, керемет бой болады. Және де мен оның сескеніп те қорқыта тұрған жоқпын. Бұл менің елім, жерім. Сондықтан ол келеді. Жақсылап төбелесіп, еліне қайтарамыз. Ментально бір нагрузка болмады. Жоқ, ментально. Оның ештеңе емес. Өзім опытым қандай? Уже 12 жасымнан бастап спорттамын, сондықтан сборныйда болдым, үлкен жарыстарға шықтым. Сондықтан маған ондай қызық емес. Жай әшін деп қарай саламыз ба? Деңгейді қалай бағалайсың форманы? Қазір примерно 70-75% дайынмын. Бұйыртса 24 күні салмаққа түскен күні уже 100% дайын боламын деп ойлаймын. 25-і уже 200% деп ойлаймын. Құдай қаласа. Жақсы бой көрсетем. Және де нокаут болмайды деген енді ол белгісіз. Бұл бой бір-ақ удар шешіп кетуі мүмкін. Бұйыртса оған да дайынмын. Үлкен напряжение, үлкен қысым болады. Сондықтан Харонға өте тыңғылықты дайындал деп кеңес бердім. Сыртта төбелескенде ме? Енді өз елімде ғой, өйткені сенімді боласың, бәрі өз саған келіп балет етеді. Жақсы Қазақстанда болсаң, қазағыңда рухы ұрып тұрады деген сияқты ғой. Дух болады. Ал шетелде? Шетелде тоже ұнайды. Там атмосфера басқаша. Бір-екі күн кетеді. Там үйреніп алу, ауа райға, құбылысқа. Бірақ разница жоқ. Қаяқта бокстасың. Главное ұту маған. Және де әдемі ұту ғой. Харонды нокаутқа жіберсең билейсің бе? Білеймін, бірақ енді алдындағыдай емес. Шекарам. Хип-хоп қой деші. Честно, я даже не хочу засчитывать этот круг, что вы сделали его. Вы как-то вяло его сделали. Хорошо. Взрыв. Ногами прям. Да, выкинул.
Вот так. Вот, 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 вот. Кет. Раз, два и вперед. Да, выше, удар коленом. Да. Оп. Земин, как будто ты в голову хочешь попасть. Высоко. Вот. Хвост. Тык. Хорошо. Стоп. Гарри Тамайо деген жігіт, филиппиндік левша. Бойларын көрдім, өте... Ау? Угроза деген, әрбір қарсылас угроза ғой негізі. Қандай угроза содан? Бұның бір жақсы шеті левша. Левша атты сол қолмен жақсы ұрады. Өзіміздің бір сөзбен айтқанда геймплан бар, соны ұстанамыз. Енді ол геймпланды бойда көресіздер ғой, құдай қаласа. Геймплан жекпе-жекке бар. Общий бір план бар шығар карьераға. Осы соңына дейін. Құдай қаласа осы жылға бір белбеу алсам ба деп отырмын. Пока жаймен бір кішкентай белбеулерден бастасақ деп отыр. Егер кулачкадан сондай бір дисциплиналарда ұсыныс түсетін болса, саған жалпы сынап. Тоқта, любой каприз за ваши деньги. Жақсы ақша ұсынса, Жақсы ұсынса шығатын едім. өзің қарап отырасың ба кулачкаға? Қарап отырасың, таныс жігіттерді ғана қарайтын. Сол өзіміздің Аю Бакиров, Еркебан, Тор Амиров. Егер кулачкадан шығатын болсаң, солардың травмасы кәсіпқой мансабына да әсер етуі мүмкін. Негізі, сол үшін айтып отырмын ғой, жақсы гонорар берсе, шығам. Мықтар бар ма? Есімдер. Осымен Шақырам дейтін болса, сол Искандер шақырған дұрыс қой. Бір қуанатын жайып Бек Нұрмағанбет досымен бірге боксасам, біз екеуміз юноштан кішкентай кезімізден бірге өсіп келе жатқан досым ғой. Содан кейін сол қуанышты Бек екеуміз бір картада шығатынбыз. И екіншісі Арматтың бойы. Анау, осы орыс жігіт. Қашаннан уже Таиландтан бері шақырып отыр ғой Арматты. Сол қызық болып отыр. Аха. Арматты ма? Арматқа жету қайда? Арматтың деңгейі қалай қазір? Армат, Аллаға шүкір, жақсы жинап келе жатыр, опыт жинап келе жатыр. Құдай қаласа жарады деп отырмыз. Жолдарын көрсетіп отыр ғой бой-бой. Құдай қаласа. Раз, два, сел. Пошел. Давай, пацаны. Aldım golcudan. O еще. Ya. Если вы в хорошей форме стоите, это вот нормально уже, да? Это хорошо. А если тебя сачкует, то это завтра 25-го выйдет. Джиги. Ага. Завтра я только на углу буду стоять, кричать: Армат, он голор, сопи, боковой деп. Мы все равно по плану идем. Деваться им некуда, отрабатывают полностью. Вот. Поэтому только бой покажет, насколько они. Ментальность сильная. Все они профессионалы. Моя задача подсказать, как легче дойти из пункта А в пункт Б. Вот. Они работают с Асхатом. По ментальности еще Асхат им объяснил. Есть такая уверенность, что вот 25 июля они оба будут должны конкурсировать? Ну, деваться некуда. Хочешь, не хочешь. Даже если они не хотят, мы их с Асхатом заставим. Но у нас всегда есть их выбор. Мы даем план, мы даем программу. Выполнили на 100%, выиграли. На все воля Всевышнего. Пацаны у нас, тем более... Если они даже не выполняют план, вы гоняете. У меня все ходы записаны. Моя задача подготовить их, а все остальное, то есть уже на самом деле главный тренер работает, поэтому я уверен в Асхате, я уверен в пацанах, поэтому кто там грозился что-то там учить нашего Армата. Посмотрим, что будет. Главное, чтобы он Сам выиграл. Да. Поэтому я думаю, наш оппонент тоже не из робкого десятка, он
Мы готовимся серьезно к нему, поэтому с нашей стороны недооценки нету. Негізінде маған умный бокс ұнайды. Умный бокс дегеніміз ол өзін тигізіп, өзіне удар алмау. Если ты в этом спорте хочешь остаться надолго, меньше пропускай дейді ғой, орысша. Сол себептен аз удар алып, көп ұрса, көп жүреді ғой бұл спортта. Соперниктарын қарадыңызға, мысалы Россия боксер армасызды наказать етемін деп айтып отыр ғой. Әр адамның жаңа айтып отырмын ғой, өз ойы болады деп. Ол өз ойын айтты. Психологический ешқандай давление жоқ, біз потому что біз ондай акцент жасап тұрған жоқпыз. Біз принципиальный или тағы бірдеңке. Россиянин да раскрутил ғой. Біздің мақсат қазіргі таңда тұрған ол ертең рингқа шығып, біздің қолымызды көтеру үшін барлық мүмкіндік жасап жатырмыз ғой. Біз өзіміздің құрған планымыз бар. Ертең 25 күні соны жасауға тырысамыз. Угроза всегда есть для боксера на ринге. Айта алмаймын анда, мынандай қатты бір угроза күтіп тұр деп бізге. Потому что Топи өздерін көргенде на максимум жұмыс істеп жатыр, еңбек етіп жатыр. Осы бойда жеңіске жету үшін. Осындай еңбектің арқасында боксерлар жеңіске жетіп, сол жеңістің нанын жейді ғой.